Армысыздар, қадірменді көрермен қауым. Сіздер Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз корпорацияның агробизнес бағдарламасы туралы, соның ішіндегі тауарлы сүт фермаларын құру тақырыбына тоқталсақ деп отырмыз. Бұл ретте студия қонақтарын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы аймақтық даму департаментінің менеджері Армат Байзақов студиямызда, және Рулиха жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Азамат Үсенов мырза. Қош келдіңіздер. Енді агробизнес деп айтып жатырмыз. Осы агробизнес бағдарламасы ішінде ауқымы кең, ең бір үлкен бағыт ол тауарлы сүт фермалары. Жалпы өз ауқымы үлкен бағдарлама ғой. Енді осы бағдарламадан бастасақ әңгімемізді. Енді аграрлық несие корпорациясының бұл агробизнес бағдарламасы универсалды бағдарлама болып табылады. Бұнда тек қана мал шаруашылығы емес, сонымен қатар өсімдік шаруашылығы, өнімді қайта өңдеу, егін шаруашылығы, техника, құрал жабдық алу, ауыл шаруашылығына қатысты кәсіпкерлердің барлық салаларын қамтитын бағдарлама. Бұл бағдарлама негізінен орта және үлкен шаруа қожалықтарына арналған бағдарлама. Үлкен шаруа қожалықтарына арналған деп отырмыз. Жұмысын бастап кеткен шағын кәсіпкерлер бұл бағдарлама арқылы ала алмайды. Бұл жерде тек қана осы жұмысын жасап жатқан шаруаларға арналған бағдарлама, және ол жұмысын одан әрі ұлғайтам, кәсібін дамытам деген шаруаларға арналған бағдарлама. Мысалы, міне Рулиха шаруа қожалығы отыр, бізде бұл кісілермен сіздер әрі шаруа қожалықтарына жатасыздар, агробизнес бойынша, аграрлық несие корпорациясы бойынша қай бағытта жұмыс істеп отырсыздар? Біз қазір негізі сүтті тауар ферманы 4 жыл болды. Міне осы 12 айда 4 жыл болады. Ашық малды әкеп істеп атқанымыз. Қазір сол бағытында істеп отырмыз. Негізі күнделікті 20 тоннаға дейін сүт заводтарға тапсырып отырмыз. Өскемен қаласындағы заводтарға 6.000-нан астам 7.000-ға тақау егілетін жерлеріміз бар. Одан басқа бізде өзімізде май қысатын күнбағыс майын шығаратын завод бар қалада. Соған 4.000-нан астам биыл 4400 тонна күнбағыс өсіріп өзіміз тапсырғанбыз. Негізі основной енді екі бағытымыз сол деп айтуға болады. Бидай, арпа, жүгері, жоңышқа. Енді көбінде жүгері, жоңышқа ол ферманың потребностіне керек нәрсе болса, мал азығына жұмсалады. Соған қазірге 150-ден астам кісі жұмыс істеп жатыр, жұмысшыларымыз бар. Жаңа ғана міне сұрап жатыр менеджерлер звондап, 300-ден астам орташа айлығымыз, 1400-ден астам сиыр бар. Салынды сиырлар 640 бас бүгінге. Біздің ТО Восток Агрохолдингтің ішіне кіреді. Бізде 8 осындай біз сияқты хозяйстволар бар, маслозавод бар. Қазірге тағы 2 хозяйствода бұйыртса келесі жылдың 1-ші кварталында бір ферманы қайта іске қосамыз. Ол да негізі АКК бағдарларымен қаржыландырылған негізі. Бұған да, яғни аграрлық несие корпорациясынан қаржы тартып отырсыздар сонда? Аграрлық несие корпорациясы. СПК АКК-дан негізі қаражат алып жатырмыз. Өзімізді обороттан ақша салып, негізі міне Рулиха фермасына 6 миллиардтан астам ақша салынған негізі бүгінге. Қомақты қаражат. Кәдімгідей 50 астам жаңа жұмыс орны ашылған. Сол ферма салынған соң. Уақытында айлықтарын бәрін беріп, негізі алдың өзі бүкіл, негізі мен өзім ойлаған, бүкіл ферма бар ауылдар негізі өмір сүріп жатыр деп ойлаймын. Енді жолдары істелініп, инфраструктурасы негізі басқа ауылдардан қарағанда, менде өзім туған ауылым бар. Олармен салыстырғанда о жақта негізі кісілердің саны да азайып, жұмысшылардың өздері де таба алмай негізі кішейіп бара жатыр. Мына ауыл өсіп жатыр, жаңа мамандар келіп жатыр, жастар келіп жатыр. Негізі жақсы бағдарлама деп ойлаймын.
негізі осы біздің көрші мемлекетпен салыстырғанда бүгін ғана міне келдім мен Москва жақтан. 4 үлкен фермаға бар келген, 4-5 мың сауынды сиырлар сауып отыр. Кәдімгідей бізде Қазақстанда сонымен салыстырсақ екі родина сауырдікі изенчикан хозяйствосын салыстыруға болады, қалғандары ондай объем жоқ. Ол жерде ондай хозяйстволар, көптеген хозяйстволар күніне 100 астам тонна сүт шығарып отыр. Біз енді оған жетуге енді сол мақсатымыз көбейту, үлкейту. Түсінікті. Армат Бағдатұлы айтып отыр, міне шаруашылықтың деңгейін айтып отыр, қанша қаражат алған айтылып жатыр. Бұл ретте сіздер мәселен осы агробизнес бағдарламасы бойынша бір шаруаға орташа есеппен қанша деңгейде қаражат беріп отырсыздар? Енді жалпы бұл агробизнес бағдарламасы аясында 10 миллиардқа теңге мөлшерінде 10 миллиард теңгеге дейінгі қаражат қарастырылған. Дегенмен әрбір инвестициялық жобаның зерттей отырып төлем қабілеттілігін қараймыз, кепілін қараймыз. Әрбір жобаға индивидуальный подход дейді ғой, соған байланысты қаражат бөлінеді. Бұл ретте мына сүтті тауар фермасы ғана емес, бұл бағдарлама аясында және етті мал шаруашылығы да қарастырылуы мүмкін. Мына еліміздің түпкір-түпкірінде бұған мысал болатын бірнеше жобалар бар. Мысалы мына батыс жақтарда да етті мал шаруашылығымен айналысып отырған фермерлер бар. Ол жақта түйе шаруашылығымен айналысып отырған фермерлер бар. Жалпы алатын болса осына сүтті жәнегі тоқтап өттік қой, сүтті тауар тауарлы сүтті фермалар, бұлар негізі еліміздің солтүстік және шығыс облыстарында орналасқан, шоғырланған. Жалпы осы тауарлы сүт фермаларына қатысты 2023 жылғы мәліметтерді қарар болсақ, корпорация 46 инвестициялық жобаға қаржы құйған болса, соның 45 пайыздан астамы, жалпы 50%-ға жуығы осы тауарлы сүт фермаларына бағытталған екен. Неліктен бұндай көрсеткіш қалыптасып отыр? Енді бұл жерде міндетті түрде айтып өту керек. Мына көрермендердің ойынша бұл жерде тек қана АКК аграрлық несие корпорациясы тек қана осы сүтті тауар фермаларына көз қаржы бөледі деген ой тумас үшін айтып өту керек. Бізде жалпы ауыл шаруашылығына қатысты кәсіп түрлерінің барлығы қолдау алады, қаржыландырылады. Ал мына жәнегі айтып отырған 46 жоба, ол мына мемлекетіміздің, еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты мәселе ғой. Бұл сүтті тауар фермалары тек қана сүт шығармайды, бұнымен қоса бұл сүттен шығатын және де басқа да өнімдер. Ол мына айран, май дейміз, ірімшік, сол секілді. Сондықтан үкіметтің несі бар, қаулысына сәйкес, Бәйтерек холдингінің тапсырмасына сәйкес, осы жылда, келесі жылдарда осы сүтті тауар фермаларына қаражат бөлініп жатыр. Азамат, жаңа айтып отырмыз, мемлекет тарапынан жалпы тауар сүт фермасын дамытуға қатысты көп көңіл бөлініп отыр деп. Осы сіздердің осы тауар сүт фермасы бағытына келулеріңіз сол жаңағы саясатпен байланысты ма, жоқ әлде басқадай себептері болды ма? Негізі, біздің собственник бизнеса деп айтуға болады. Ол кісі баяғыдан сол бағытқа қарап отыр. Негізі біздің холдингта 5 ферма, енді бұйыртса бір ферма бар. Өзімізде Рулихада істеп жатыр, 2-ші ферма іске қосылады. Тағы бір хозяйство біздің холдингқа қосылды, фермасы бар. Енді бізден арада кішкентай. Но бәрін қосқанда біз оборудованиені бәрін жаңартып 5 ферма біздің холдингтің ішіне кіреді деп отырмыз, жоспарлап отырмыз. Неге десек, біз де өзіміз бәріміз біліп отырмыз, көріп отырмыз. Міне Азамат ағамыз да палатаның директоры барып, негізі бізде 6 миллион тонна сүт Қазақстанда шығарылады деп статистика бойынша берілген. Негізі ол бұрындары ауылдарда өзі анандай жеке өздері кісілер өзі сауған кезде, қазіргі байқап отырсақ, көбі ондай тенденция жоқ. Ауылдарда шын айтқанда қазір сүт таба алмайсың. Кісілерден өздері анандай домашний дейді ғой, ол азайды, көбінде азайды. Негізі қазір основной сүт бізде осындай тауарлы фермалардан шығатын сүт. Кейбір фермалар бізде осы бір 10 жылдың ішінде мен байқағаным, енді өзім 14 жыл болды осы бизнеста жұмыс істеп отырмын.
10 жылдың ішінде біз бірталай дамыдық, үлкейдік. Негізі бұрындары 20-25 литр фермада показательдер болса, жақсы болып есептелген. Қазір уже 35-40 литрға бір сүтті сиырға продуктивності 12 мыңға көрсеткіштер бар фермалар. Ол өте жақсы показатель деп ойлаймын. Бізде 9 мыңға таяқ қалдық. Кішкентай ферма, міне жаңадан ашылып жатқан ферма деген өзінде 10 мыңнан 2 жылда ас кетеміз ба деп отырмыз. Соған негізі осылай қарап отырсақ, бүгінгі ішкі сүт шыққан өзіміздің сүтіміз 40% қана жауып отыр. Қалған сүт шетелден келеді, Ресейден келеді, Беларусьтен келеді, қалған басқа да мемлекеттерден келіп отыр. Негізі ол өзіміздің жаңағы айтып отырған промышленный безопасностьқа, пищевой безопасностьқа өзімізге де сондай бағдарламалар, сондай направлениемен үкімет жұмыс істеп жатқанын өте дұрыс деп ойлаймын. Тек қана осы шағын дамытсақ, ары қарай да басқа бағыттарды да ол кісілер көріп та қызығып, бізде де оборотымыз дұрыс болып жатса, бізде оны бұйыртса оған да қаржыландырып бұл направлениемен де жұмыс істейміз. Жаңағы қосып кететін тағы бір мәселе бар. Неліктен сүтті тауар фермасы және неліктен мал шаруашылығы? Біздің еліміздің өзі географиялық орналасқан жерде соған болып тұр ғой. Жеріміз ауқымды, жем шөбіміз өзімізден. Сондықтан барлық жағдай жасалған. Географиялық тұрғыдан, басқа да тұрғыдан жем шөпті өзіміз табамыз. Жеріміз жерге жеткілікті. Сондықтан осы мал шаруашылығы, оның ішінде сүтті тауар фермалары және бордақылау алаңдары қаржыландырылуда. Түсінікті. Былай мен де айтыңыз айтайын деген. Негізі осылай қарап отырсақ та 21-22 жыл именно растениосында жақсы болды. Бағаларда, күнбағысында, арпаның да, бидайдың бағасы жақсы болды. 23-24 жыл 2 есе баға түсіп отыр. Негізі рыночный бағалары, сүттің бағасы стабильно ақырын енді мал шаруашылығына қарағанда қосылып отыр, стабильно ұстап отырмыз деп айтуға болады. Ол неге? Ол ары қарай күнделікті ақша, күнделікті жұмысшыларымызға жалақыны төлеп, мына обязательствоны алған соң оны да төлегенге уақытында негізі біз дұрыс жоспарlayамыз и күнделікті ақша деп айтуға болады. Растениосында да біз көктемнен бері білмейміз, ауа райға қарап отырамыз, жаңбыр болса урожай қалай болады, күзде бағаға қарап отырамыз, қандай баға болады. Негізі мал шаруашылықпен қарағанда нестабильныйлау ол. Сүт, ет бәрібірде осылай байқап отырсақ, жылда кішкене қос келе жатыр, бағасы стабильный. Бірақ сіздер жұмысты егіншіліктен бастадыңыздар. Негізі содан, иә. Осылай қарап отырсақ, бұрындары мына Руриха біз қазір істеп жатқан тобымыз, бұрындары Совет үкімет кезінде фермалар болған, үлкен фермалар. Просто кезінде хозяйствоның бәрі бөлініп, ферманың бәрі жоқ қылған. Соның орнында құрылған болды. Соның, қайта негізі Арманда айтып отыр ғой, міне өзімізде жеріміз жақсы, құнарлы, жүгері да силосқа жақсы өсе, жоңышқа да өсіп тұр, арпа да бар, бидай да бар, малға бүкіл жағдай жасалынған. Жалпы осы жұмысты бастапқыда, былайша айтқанда нөлден бастау, осы ферма жұмысын деп айтайық. Қаншалықты қиынға түсті, және бастапқы кезеңде сіздер бірден осы аграрлық несие корпорациясына жүгіндіңіздер ме, жоқ әлде өз күштеріңізбен бастадыңыздар? Бастан бастап, негізі ең біріншіден технолог табу керек болған. Именно құрылыстан бастап ферманы кәдімгідей іске қосу үшін технолог полное соображение жасаған, негізі Украинадан кісі болған технолог болып, онан кейін специалисттарды жан-жақтан сол осенненияда қиыншылықтар болды, рухтандыруға таншаларда. Оған бәріне біз негізі сол кезде дайын болған жоқпыз, сол үшін мамандар шақырып, өз кісілерімізді үйретіп, қазірге енді толық деп айтуға болады. Біз міне 2-3 фермаға кадрлар дайындап отырмыз, басқа фермаларға да. Ал қиыншылықтар көп болды басынан бастап.
экология жағынан проект уже іске қосқан кезде ол жағынан да болды. Негізі бұрын істеп жатқан ферма, бұрын совет үкіметтің заңдарын қарасаң, сол жерде енді ферманы салуға болады, төрағасында үйлер бар. Қазіргі заңды қарасақ, ауыл 1,5-2 шақырым, 2,5 шақырым, 1,5 шақырым алыс болу керек ауылдан. Иісі болады, осылай енді ауылда тұрып жатқан соң оғанда ешкім қарап тұрған жоқ қой негізі күнделікті. Ол бүкіл ауылға пайда ғой, негізі пайда келіп отырған. Армат, енді тауарлы сүт фермасын осы Рулиха сияқты іс бастаймын деп сіздерге көмекке жүгінген шаруаларға, фермерлерге қандай талап шарттар қойып отырсыздар бүгінгі таңда? Жаңағы айтып өткендей, агробизнес бағдарламасы бұл мына жұмысын бастап кеткен шаруаларға бағытталған бағдарлама. Егер шағын болатын болса, оған басқа бағдарлама, іскер бағдарламасы бар. Агробизнес бағдарламасы бойынша тауарлы сүт фермасын ашам деген шаруаларға қойылатын басты талаптар, ол міндетті түрде жердің болуы қажет. Ол өйткені себебі жем-шөпті қамтамасыз ету керек қой өзіне. Сосын инфраструктурасы болу керек. Қора-қопсысы, техникасы, басқа да мәселелер. Сосын кепіл заты болу керек. Немесе кепіл заты болмайтын болса, осы жобада өз қаржысымен қаржысын болу керек. 20-30% мөлшерінде өз қаржысымен осы жобаға кірісу қажет. Бұл бағдарлама аясында негізі аграрный кредит корпорация тек қана мал алуға, техника алуға, қора салуға ғана бермейді. Бұл жерде аграрлық несие корпорациясы тарапынан және жаңа технологияларды енгізуге де қолдау көрсетеді. Тек қана мал алып, жем-шөбін алып беру ғана емес, жаңа технологияларды енгізу, сүттің жаңағы малдардың өнімін арттыру деген секілді мәселелерді қарастырамыз. Оған арнайы департамент қарастырылған, олар өздерінің қорытындыларын береді, барады, ол жерді қарайды, келе ме бұл жер мал ұстауға, келмей ме. Сол секілді біз тек қана қаржылай көмек жасамай, өз тарапымыздан қосымша ғылыми қорытынды жасап, сол жобаның іске асуына баға береміз. Яғни ортақ жұмыс жүреді дейсіз ғой, түсінікті. Жаңа айтып отырмыз, мысалы сіздер Гольштейн фриз малымен жұмыс істейсіздер. Неліктен бізге осы өзіміздің жаңағы ішкі нарықтағы өзіміздің қазақ тұқымдармен жұмыс істемеске деген заңды сауал туындайды? Мәселен, сіздерге де қатысты сұрақ, жаңа қаржы беретін кезде сондай талап өз тараптарыңыздан қойсыздар ма, әлде ондай талап жоқ па? Енді бұл шаруаларға қойылатын сұрақ қой негізі. Шаруалар қандай малды асырағысы келеді, шаруа жағынан мысалы олар жаңа Азамат мырза айтып отыр ғой, мысалы өнімділігі жоғары мал алу керек қой. Бұлар кәсіпкер болғаннан кейін өздерін ойлайды. Инвестиция өзін ақтау керек. Сондықтан әрине бұл жерде кәсіпкер шаруа өзі таңдау керек. Қайсысы дұрыс, қайсысы көбірек өнім береді, қайсысы ертең инвестицияны ақтайды деген секілді. Біз жақтан ондай біз талап қоя алмаймыз. Себебі ол ақбас болсын, симментал болсын, галштин болсын, барлық породан алуға болады бұл бағдарлама аясында. Негізгі есепті, инвестициялық жобаны есептейтін бұл кәсіпкер болып табылады. Кәсіпкерге қандай ыңғайлы мал болатын болса, біз сол малға беруге дайынбыз. Бизнес план бойынша сол беретін өнім бәрі есептеледі ғой. Негізі өзіміздің қазақи малымыз сонша сүт бере алмайды. Біз бүкіл технологияның бәрін ақтау үшін 7 жылда ақтау үшін есептеп отырмыз. Толық мощностьқа шыққан соң 7 жылда ақтау үшін 25-30 литрдан төмен сүт бермейді күнделікті десе. Бірақ ол туғаннан бастап ары қарай келесі суалтқанға дейін пиклактация деген бар, сүттің көбею, азаю деген бар сол кезде. Сонда мына қарала Гольштейн фриздердің жақсы генетикамен қарап отырғандар 40 литрдан астан беріп отырғандар бар. Енді қалған 10-15 литріміз мына бүкіл инвестицияны ақтау үшін қысқа уақытта 3-4 жылда, 5 жылда, 7 жылға дейін біз есептеп отырмыз. Бұйыртса ақтаймыз проектімізді. Ары қарай таза бұйыртса істейміз жұмысымызды. Енді қазірге біз 65-70%-қа істеп отырмыз негізі. Сол үшін әлі міне СПК бағдарлармен бізге қаражат бөлінген 160
тағы бұйыртса сатып алып қосымша алу қосымша аламыз, иә. Несиені қайтару мерзімі қандай сіздерде? Осы мал шаруашылығының жаңағы спецификасы ескеріліп есептелінеді ғой? Әрине есептеледі. Иә, мал шаруашылығы болсын, басқа да кәсіп түрі болсын, әрбір салаға арнайы график жасалу мүмкіндігі бар. Мал шаруашылығына ол 10 жылға дейін беріледі. 2 жылға дейін каникул қарастырылған. Өйткені мал алғаннан кейін оны өнім алу керек қой одан. Мал төлдейді, бұзаулар өседі, өнім алғанша дейін уақыт керек. Несиені ертеңнен келесі айдан бастап төлеу мүмкін емес. Соны ескере отырып, бізде арнайы графиктер жасалады. 2 жылға дейін каникул қарастырылады, несие мерзімі 10 жылға дейін беріледі. Ыңғайлы ма ол график сіздерге? Иә, жақсы, ыңғайлы, иә. Ол енді аспаннан алынған нәрсе емес, басқа фермаларды зерттеп солай графиктар істелінген. Негізі ыңғайлы деп ойлаймын, енді тек қана сүтті фермаларға емес, етпен айналысқанда олар төл қалдамағанша, төл алмағанша олар төлей алмайды, өйткені маточный поголовьені сөй алмайды олар. Негізі соған каникул өте ыңғайлы, өте дұрыс істелінген деп ойлаймын. Жалпы сүт өндіру бағытында жаңа өзіңіз бір сөзіңізді айтып кеттіңіз, көптеген ірі проблемалары бар. Ол мына Беларусь, Ресей өндірушілер тарапынан жаңа баға демпинг деп айтайық. Бұл мәселені қалай реттеп жатсыздар? Реттегенде енді ол сиырдың бір басына өнімді көбейту, өз бағасын азайту, ол енді бәрі соған тырысады, бәрі соны енді себестоимостьті азайтқан соң біз уже конкуренция жасай аламыз. Енді алдында бізде 1 жыл бұрын Ресей кірген кезде негізі қиындау болды. Сүттің бағасы 20% азайды. 15-20%-қа бізге зауыттар азайтады бағасын. Содан бері енді өзімізді жауып, өз бағасымен істеп отырмыз деп айтуға болады. Қазір енді Ресейде де баға қосылды, онда байқап отырмыз. Ресейдің сүті кіріп жатқан жоқ біз жаққа, біздің негізі сүтіміз осы уже 2-3 ай болды. Бағасы көбейіп бара жатыр, көбейте аламыз. Жаңа айттық мәселен сүттің жаңағы өтімділігін бәрін қаузадық. Ендігі мәселе өзіңіз айттыңыз, жұмысты бастаған кезде біз маман тапшылығына тап болдық деп, жаңағы қолдан ұрықтандыратын зоотехник мамандар жетіспеді деп. Ендігі жерде бұл мәселе қалай шешіліп жатыр, қалай өріп жатыр? Бәлкім ірі қожалықтар біз білеміз, өздеріне қажет мамандықтарды өздері оқытып алады. Сондай іспен айналысып жатқан жоқсыздар ма? Айналысамыз, оқып жатырмыз. Үлкен бастықта бізге кім оқысы келеді, осы ферма орналасқан ауылдардан да, мысалы бізде істеп жатқан жұмысшылардың да балаларына бәріне мүмкіндік бере аламыз. Бірақ ондай кісілер шын айтқанда қазірге жоқ. Біз айттық, кім агрономға, зоотехникқа, ветеринарға, ассимиляторларға оқысы келеді, толық біздің тобымыздан оқудың бәрін бүкіл затраттарын жауап береміз. Бірақ енді келешекте бізге жұмыс істеу керек ол кісілер. Қазірге жан жақтан шын айтқанда жинап, Астанадан да келген балалар бар, жұмыс істеп жатқан, байқап, қалай жұмысқа, қалай өзі бар ма, істей ала ма, байқап отырмыз. Команданы жинадық, бірақ ол жинау үшін 2 жыл кетеді. Негізі өз мамандарымызды үйрету үшін, технологияны қою үшін. Негізі жаңа инновациялы технологиялар болмаса, негізі жастар да тартылмайды шын айтқанда. Оны біз обязательно сатып алып, бізге қосу керекпіз. Бізде қазір программалар бар, кәндей ферманың өзінің цифровизациясы бар, микроклиматтың өзі, кәндей таңертең сағат 4-тен біз тамақтарын таратып бастаймыз. Сода программа бар, күнделікті қандай сиырға қандай вакцина салынады, кім қай кезде, сол бәрі программаға енгізілген. Сонымен жастар бізде қазір істеп отыр. 10-15 кәндей специалисттер бар, ассимиляторлар, қолмен ұқтандатыр, ветеринарлар, зоотехниктар жұмыс істеп жатыр. Қосымша кісілерді тағал жатырмыз. Енді мен бұйрығым бойынша бізде ограничение жоқ жұмысшыларға. Фермаға қанша кісі келеді, соның бәрін байқаймыз, көреміз, үйретеміз. Өздері талпынып жақсы жұмыс істесе, ары қарай оларға айлығында дұрыстап қойып, кәдімгідей өзіміздің штатымызға қабылдап
келесі фермаларға дайындап жұмыс істеймін жатырмыз деген да. адамға есік Иә. ашық дейсіз ғой. Иә. Түсінікті. Армат, жалпы міне осы жаңа айтып өттік, 2023 жылдағы тауарлы сүт фермаларына бөлініп жатқан қаражат көлемін алдағы уақытта осы бағыттағы жұмыс қалай өрбиді? Белгілі бір деңгейде жоспар, саясат бар ма соған қатысты? Әрине бізде жылда мына келер жылға да жоспарлар жылда жасалып отырады. Жылдың аяғында келесі жылдың жоспарын жасап отырамыз. Келесі жылда жобалар әрбір облыстарда осындай үлкен жобаларды іске асыруға жоспар бар. Оған қаржы қарастырылған, үкімет тарапынан да үкіметтің де тапсырмасы бар, Бәйтерек холдингінің де тапсырмасы бар. Біз өз тарапымыздан осындай жобаларға әрдайым қолдау жасауға, қаржыландыруға дайынбыз. Бұл және кадрлар мәселесін қозғап кеттік қой. Бұл тек қана қаржыландыру ғана емес, қаржыландырумен қоса бұл ауылдың әлеуетін көтеру ғой. Демек жаңадан жастар ауылда қалмайды деп жатырмыз. Неліктен қалмайды? Себебі престижный жұмыс жоқ, ұнайтын, қызығушылық танытатын жұмыс жоқ. Егер осындай Урлиха секілді біздің үлкен фермалар пайда болатын болса, жаңа технологиялар жасап сол жерге заманауи технологияларды енгізген болатын болса, ол жерге әрине жастар да барады, жаңа технологтар да келеді, имиджі де пайда болады. Сондықтан бұл өте үлкен мәселе. Бұл мәселені біз біле отырып, келесі жылға да жобаларды жоспарлап отырмыз, қаржыландыруды. Жалпы жаңа сіз айттыңыз, Ресейге барып келдім, үлкен іргелі шаруашылықтарды көрдім, 100 мың тонна, қанша сүт өндіреді дедіңіз? 100 мың тоннадан 100 мың астам. тонна. Елестетудің өзі ерекше екен да, ондай цифрларды. Енді бұл ретте жаңағы еліміздегі сүт өнімдеріне деген сұранысын толық қамтамасыз ету үшін тағы осындай тауарлы сүт фермаларын қанша, мысалы бір есеппен, орташа есеппен айтуға бола ма, қанша қажет? Әлі қазір негізі көп проекттер әлі салынып жатыр, әлі іске қосылмаған. Бәрін қосқанда әлі сонша керек деп ойлаймын енді бәріміз. Немесе мына істеп жатқан фермалардың өздерінің объемдерін, генетикаларын, генетикамен жұмыс істеп, бір сиырға өнімді көтеріп, негізі солай жұмыс істесек, мысалы қазірге 20-25 литр емес 40 литр беріп отырсақ, осы фермалармен біз жабамыз. Бірақ ол өзіміздің потребностьін жапқанда емес, біз экспортқа жұмыс істеу керекпіз. Негізі ары қарай біздің де өнім конкурентный болу керек. Сол үшін осындай өз бағасын азайтып, фермаларды көбейтіп, біз соған жете аламыз ба деп ойлаймын. Оған әлі бір 10 жылдай керек па деп. Оған енді жан-жақты қолдау жасау керек қой, тек қана қаржылай қолдау ғана емес, мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан басқа жақтан да қолдаулар жасау керек. Субсидия жағын қарастыру керек, жергілікті әкімдік жер мәселесін қарастыру керек. Себебі ферма өскен сайын оған қосымша жер қажет, оған қосымша субсидия қажет деген секілді. Мына жәнегі қанша тауарлы сүт фермасы керек дегенге айтарым, ең бірінші біздің жоспарлайтынымыз ол біз өзіміздің елімізді қамтуымыз керек. Толықтай қамтамасыз ету керекпіз. Мақсат ең басты. Содан кейін ақырындап неге экспортқа шықпасқа? Мына біртіндеп етіміз де шығып жатыр, қой еті шығып жатыр, басқа да еттер шығып жатыр. Бұйырса, ол да іске асады деп ойлаймын. Сондықтан ең басты мақсатымыз өзімізді, елімізді қамтамасыз ету, содан кейін өзіміздің өнімімізді Қазақстанда жасалған деп шетелге шығару. Жер мәселесі сіздер үшін қаншалықты өзекті? Өйткені қазір айтып жатады, жер жетіспейді, жайылымдық жер жетіспейді, мал жаятын жер жоқ деп. Бірақ енді ол тауарлы сүт фермасы оған сіздер үшін аса өзекті емес шығар. Иә, бізге негізі жайға қажет емес. Бізде жыл бойы базаларда тұрады технология бойынша. Сол негізі бізде Голштина фриз деген сон нәзіктеу порода. Біз оны басқа малмен қосып, жабайы андармен қосылуға ограничение дисварилармен полный қоршап, ферманы жан-жаққа оны шығаруға қажет жоқ, и ондай мүмкіндік жоқ қазір. Негізі бүкіл жақта қарап отырсақ, бүкіл ауылдарда неблагополучный аурулар бар бізде. Шын айтқанда, бруцеллез деген, нодулярный дерматит деген пайда болды жақын. Армат мырза, енді жалпы осы бағытта алдағы уақыттағы, мысалы, осындай бір биылғы жылдың көрсеткішімен айтар болсақ, тағы қай өңірлерде, мысалы, тауарлы сүт фермасы бой көтереді, салынады, ондай жоспар бар ма?
Енді ондай жоспар қойғанда жаңағы географиялық тұрғыдан жаңа айтып өткендей, иә. солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, сол облыстарда шоғырланған негізгі үлкен сүтті тауарлы сүт фермалар. Жалпы басқа облыстарда да ашылып отыр, Ақтөбе облысында да, мысалы Маңғыстауда да бізде бір жобамыз бар, айтылатындай. Онда да түйе сүтін, сиыр сүтін жасап, порошок жасайды, оны сол жерде өткізіп отыр. Жалпы біз елді мекенжай бойынша шектеу қоя алмаймыз. Бұл толықтай егер бизнес планды әкеліп бізге жоба жасайым деген шаруа болатын болса, біз әрбір жобаны қарастыруға дайынбыз. Оған арнайы қорытынды жасап, сол жерге барып, өзіміздің көзқарасымызды айтып, бола ма, болмай ма, қалай жасалатын болса, қалай болу керек, қандай технологиялар болу керек деген секілді. Оған арнайы бізде мамандар бар. Сүт шаруашылығы бойынша арнайы технологтар, өсімдік шаруашылығы бойынша арнайы технологтар деген секілді бізде қарастырылған. Сондықтан ол жағын енді қай бағыт болмасын, бізде аграрный кредит несие корпорациясы болғандықтан біз ауыл шаруашылығына қатысты кәсіпкерлердің барлығын қолдауға дайынбыз. Себебі ол біздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саясатының ең басты мақсаты. Жалпы бизнес жоспар деңгейінен нақты осы қаражат бөлінгенге дейін қанша уақыт қарастырылған? Енді қағаз жүзінде ішкі құжаттарға сәйкес 30 күн қарастырамыз. Енді оған қарамастан бұл үлкен инвестициялық жоба ғой. Бұнда әрине қиыншылықтар туындайды. Заңдастырылмаған да құжаттар болуы мүмкін, тағы да басқа ескертулер болуы мүмкін. Сондықтан бұл жобалардың енді қарау мерзімі мүмкін 3 ай болуы мүмкін, кейбір кездер 6 ай болуы мүмкін. Енді ол біз жақтан ғана емес, ол жобаны заңдастырудағы мәселе. Өйткені себебі жан-жақтан разрешениялар келу қажет, анықтамалар әкелу қажет. Мысалы, сүтті фермасы бойынша енді азамат мырза мүмкін өзі айтып өтетін шығар, қаншалықты разрешениялар алу керек. Ол өте көп, сондықтан енді жобаны қаржыландыру мәселесі қарау мерзімі 3 ай болуы мүмкін, 6 айға дейін болуы мүмкін. Жалпы егер құжаттардың бәрі толық дұрыс әкелінетін болса, онда 1 айдың ішінде шешім шығарылып қаржыландыру басталады. Бірақ бұл жерде толықтай 100% қаржыландыру басталмайды, поэтапный деген бар, транш бойынша. Мысалы, бірінші бөліп төлеу, ең бірінші қора соғу, басқа да пристройка жасауға қажет болатын болса, ең бірінші соған беріледі, сосын мал алуға беріледі, сосын жем шөбін алуға беріледі. Түсінікті. Жаңағы құжат жинау процесі сіздер үшін қалай өрбіді? Біз Рулиха шаруа жауы біз үлкен холдинг ішіне кіреміз. Бізде финансовый отдел бар. 3 кісі жұмыс істейді, сол сұрақпен өздері де банкта істеген опыттары бар.